Жарвис, ты здесь? К вашим услугам, сэр. Включай головной дисплей. Можем виртуально прогуляться. Импортирую установки, начиная калибровку виртуальной среды. Убедись, что все работает. Готов? И 3, 2, 1. Ал енді Тони ағамыз қалай ұшып жүр деген сұраққа жауап беріп көрейік. Физика бұны қалай түсіндіріп береді? Ол үшін қазір бір мысал видео көрейік, содан кейін киноның жалғасын бірге көреміз. Аяқтарына ролик киіп алған екі жігіт тұр. Біреуінің қолында гир тасы бар. Сол жігіт гир тасын лақтырса, өзі артқа қозғалып кетті. Неге? Себебі біз басқа бір адамды итеріп жіберетін болсақ, яғни белгілі бір жылдамдық берсек, ол адам ғана емес, өзіміз де артқа итерілеміз. Дәл сол сияқты бұл жерде біз гир тасына жылдамдық бергендіктен өзіміз де белгілі бір жылдамдықпен артқа қозғалдық. Бұл Ньютонның үшінші заңы. Қандай күшпен итерсең, өзің де сондай күшпен итерілесің. Яғни F1 тең минус F2. Егер гир тасын лақтырған жігіт сөмкесінен гир тастарын шығарып, арт-артынан лақтыра беретін болса, онда белгілі бір тұрақты жылдамдықпен қозғалатын еді. Бұндай қозғалыс түрін реактивті қозғалыс деп атайды. Ракеталар гир тасына емес, гептилға, яғни жанармайға жылдамдық беріп қозғалады. Гептилді өте жоғары жылдамдықпен төмен итеріп, өзі жоғары қозғалады. Ал ракетаның жылдамдығын қалай есептеуге болатынын импульстің сақталу заңы тақырыбында айтып беретін боламын.